Сәлем баршаларыңызға. Қазір мен ыдысқа су құйып, ашылған картошкамызды асуға дайындап қойдым. Асын жағып газға қойдық. Бір 15-20 минутта піскенін күтетін боламыз. Ендігіде бізде асылған картошкамызды саламын ыдысқа. Қалғанша 500 граммдай картошка асып аламыз. Мен қабығын ашып, бірінші асып алдым картошканы. Енді вилкамен езетін боламын. Әбден вилкамен езіп, тұзын, паприкник және петрушкамызды салатын боламыз. Оны біздің жаңағы асылған картофелімізға петрушкамызды, паприкник, крахмалымызды, тұзымызды бәрін салып алдық. Кішкене ұн қостым. Әбден барлығын араластырып жатырмын. Әлде де сәл-пәл кішкене ұн қосатын боламын. Көп емес, кішкене ғана болды. Осы қолымдағы шаңытқышпен әдемілеп қолға жабыспайтындай етіп илеп аламыз. Мына біздің жаңа илеп алдық қамырымызды. Осылай маймен котлеттің формасын келтіріп аламыз. Және сухарики ұнтағына. Міне біздің котлетіміз жасап алдық. Осындай қазір енді майға қуыратын боламыз. Қысып тұрған майымызға дайындап алған котлетімізді саламыз. Осындай қызарғанша қуырамыз. Ал котлетіміз дайын болды. Егер видео ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.